Қайырлы күн достар, бүгін өте дәмді капкейк пісіреміз. Қажетті заттар: 4 жұмыртқа, 200 грамм қант, 200 грамм сұйық май, 100 грамм сүт, 8 грамм разрыхитель, 300 грамм ұн. Жұмыртқаға қантымызды қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Әбден ағарған кезде миксерді тоқтатпастан сұйық майды қосып араластырамыз. Сүтімізді қосып, әбден араластырамыз. Разрыхительді ұнға қосамыз. Ұнымызды елеуіштен өткізіп қосамыз да жақсылап араластырамыз. Осы дайын қамырдан 20-23 штук капкейк шығады. Енді дайын массамызды капкейк пісіретін ыдыстарымызға құйып, пешке 180 градуста пісіріп аламыз. Міне капкейкілеріміз да пісті. Осылай жесеңіздер де өте дәмді. Немесе мен сияқты крем дайындап, үстінен сәндеп қойсаңыздар да болады. Ал енді капкейкілеріміз суығанша кремімізді дайындайық. Салқын сливкиімізге қант ұнтағын қосып, қою болғанша миксермен араластырамыз. Кілегей қоюланған кезде творожный сырды қосып араластырамыз. Енді дайын болған кремімізді видеодағыдай әр капкейктің үстінен әсемдейсіздер. Міне осымен біздің өте дәмді капкейктарымыз дайын. Барлықтарыңызға рахмет, жасап көруге кеңес етемін.